Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ешкі сүтінің пайдасы мен зияны туралы айтып кететін боламын. Негізі көп адамдар ешкі сүтінің денсаулыққа пайдасын білмей жатады. Шын мәнісінде ешкі сүті дәруменге бай, тіпті ана сүтінде алмастыра алады деген дәлелдер бар. Десе де оның пайдалы қасиеттері көп болса да, кей жағдайда ол нәресте денсаулығына зиянын тигізуі де мүмкін екен. Осы орайда бүгінгі тақырыпта ешкі сүтін қай уақытта ішкен жөн және қандай жағдайда одан бас тартқан жөн екендігін айтып кететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Олай болса, бастайық. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына пайдасы қандай? Осыдан бірнеше 10 жылдықтар бұрын сәбилерді жасанды ұнтақ сүтімен емес, ешкі сүтімен өсірген. Себебі ешкі сүтін адамдар сиыр сүтіне қарағанда нәресте үшін жеңіл қорытылатын әрі пайдасы ұшан теңіз сусын деп қарастырған. Ешкі сүті гипоаллергенді әрі ана сүтіне құрамы жағынан ұқсас келеді. Сол себепті шақалақтармен қатар ересектер үшін де ешкі сүті пайдалы есептелінген. Иммундық жүйені нығайтады, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Тірек қозғалысы жүйесі жұмысын жақсартып, рахиттің алдын алады. Жүрек жұмысын жақсартады. Ешкі сүтінің емдік қасиеті оның құрамымен тікелей байланыстырады. Мәселен, ешкі сүті отадан кейін немесе күрделі ауруларға шалдыққан науқастарға аурудан кейін денсаулығына қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал оның құрамында йодтың көп болуы балалардың әлі қалыптасып үлгермеген қалқанша безін қорғап, ми жұмысын жақсартады екен. Егер балалар диабетпен ауырса, немесе тағамнан уланып қалса, онда олардың диеталық тағамдарының қатарына дәрігерлер міндетті түрде ешкі сүтін қосады екен. Сондай-ақ ешкі сүті асқазан қышқылы шамадан тыс көп болған жағдайда ас қорыту жүйесі ағзаларының жұмысын жақсарту үшін пайдаланылады екен. Ешкі сүтінің балаларға пайдасы мен зияны қандай десеңіз, көптеген жас ана ешкі сүтімен термикалық тазартудан өткізген кезде ол өзінің пайдалы элементтерін айырылып қалады деп ойлайды. Десе де, әрдайым ешкі сүтінің гельминттер, бактериялар мен инфекциялардың ошағы болуы мүмкін екенін ұмытпағаныңыз жөн. Қайнатылған сүт өзіңіз кейбір пайдалы элементтерін жоғалтса да, ол стерилді таза болады, әрі ағзаның қандай да бір ауруға шалдығуына жол бермейтін болады. Қайнатылмаған ешкі сүтін оның сапасы мен тазалығына күмән келтірмеңіз. Балаларға беруге болады. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына зияны бар ма десеңіз, ешкі сүті пайдалы болғанымен шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Оның пайдалы элементтері мен гипоаллергенді құрамына қарамастан, кейбір жағдайда ешкі сүтін ішуге тыйым салынады. Ол әрине мына ауруларға: дисбактериоз және ішектің жұмыс істеуі, эндокринді жүйенің бұзылуы, нәрестеде артық салмақ болса, ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуі, бала денсаулығына байланысты ешкі сүтін ішуге болмайтын жағдайлар бар. Бұл ешкі сүтін 9 айға толмаған нәрестелерге беруге болмайды. Мұндай жағдайда ана сүті болмағанымен сәбиді сүтпен қоректендірудің маңызы зор. Сол себепті осындай жағдайлардың көбінесе ешкі сүтін пайдаланып жатады. Ол үшін ешкі сүтін бірде-бір концентрациясына су араластырып берген жөн. Келесі кеңестерге құлақ түрсеңіз,
ешкі сүті кобальтқа бай болғанмен, онда фолий түзілімдері болмайды. Ал оның жеткілікті деңгейде болмауы бала ағзасында анемияның пайда болуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сүтте фосфор көп көлемде болғандықтан сәбидің бүйрегіне салмақ түсуі мүмкін. Ешкі сүтінің майлылығы 4-6, 5-4% құрайды екен. Кей жағдайда балалар ешкі сүтін өзіне тән иісі мен дәмі үшін ішпей жатады. Бұл ретте ешкі неғұрлым таза болса, оның сүті де дәмдірек болады. Мұндайға жол бермес үшін ешкінің немен қоректенетінін, оның қожайындары қарапайым санитарлық гигиеналық талаптарды сақтайтынына көз жеткізу керек. Егер сүтте қышқыл немесе лайды көрсеңіз, мұндай сүттен бас тартқаныңыз жөн. Бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, мені қолдай кетіңіз. Барлықтарыңызға рахмет.